Сәлеметсіздер ме, қымбатты студенттер? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сәлеметсіз. Сабағымыздың тақырыбы адамзаттың рухани ұстаздарының өсиеттері деп аталады. Бұл тұрғыда ұлы адамдардың шығармашылығы мен өмірі бізге үлгі болады. Себебі ұлы адамдардың әрқашанда ойы таза, сөзі шынайы және ісі адал болады. Осындай ұлы адамдардың бірі Аристотельден кейінгі әлемнің екінші ұстазы атанған шығыстың ойшылы, әмбебап ұстаз Әбу Насыр әл-Фараби. Сіздер білесіздер, биыл Әбу Насыр әл-Фарабиге 1150 жыл толуда. Сабағымыздың құндылығы дұрыс әрекет, қасиеттері еңбексүйгіштік, жігерлілік, қанағатшылдық. Сабағымыздың мақсаты әл-Фарабидің рухани мұралары жайында мәлімет ала отырып, дұрыс әрекет құндылығының мәнін ашу. Бүгінгі сабағымызда сіздер адамзаттың рухани ұстазының өсиеттерінің тәрбиелік мәнін түсініп, әл-Фарабидің рухани мұраларында айтылған жігерлілік пен еңбексүйгіштік қасиеттерін білесіздер. Сонымен қатар білім алуға құштарлықтарыңызды оятып, ынталанып, ізденушілікке, ізгілікке тәрбиеленесіздер деген үміттемін. Сабағымызды бастамас бұрын 5Т ережесін еске түсіріп алайық. Тәртіппен бастап, талаппен оқып, тыныштық сақтап, тазалықта, татулықта бүгінгі сабағымызды өткізейік. Ендеше жағымды күйге ену, орманға саяхат жаттығуын өткіземіз. Арқаларыңызды тік ұстап отырыңыздар. Көздеріңізді жұмып, терең тыныс алыңыз. Әр тыныс алғаныңызда өзіңізді тыныш сезінуге тырысыңыз. Есікті ашып, дәлізбен келе жатырсыз. Далаға шықтыңыз. Таза ауаны жұтып, самал жел мен күн нұрының сіздің бетіңізді жылытқанын сездіңіз. Орманға қарай жүріңіз. Абайлаңыз, жолыңыздағы жәндіктерді басып кетпеңіз. 1 минутқа тоқтап, айналаңызға қараңыз. Табиғаттың сұлулығы мен тазалығын сезініңіз. Жаныңыздағы гүлдердің біріне келіп, сәл иіліп, мұқият қараңыз. Қандай нәзік. Оны иіскеп, хош иісін сезіңіз. Айналаңызға зер салып, әрі қарай жүріңіз. Гүлдер мен ағаштардың хош иісі, құстардың әні және жәндіктердің баяу үні. Орманда жүріп, ағаштардың көптігіне, жақындаған сайын биіктей беретіндігіне назар аударыңыз. Күн көзі сізге жапырақтар арасынан сығалап, жасырынбақ ойнағандай. Оның сылдырын естіңіз. Орманда біз өзімізді бақытты және қауіпсіз сезінеміз. Жазыққа шығып, бірнеше минут тынығыңыз. Өзіңіз бір сәт саясында отырғыңыз келген бір ағашты таңдаңыз. Ағаштың жанына келіп, оны құшақтаңыз. Қандай мықты ағаш. Оның күштілігі мен ондағы өмір қуатын сезініңіз. Енді оның түбіне арқаңызды сүйеп отырыңыз. Көзіңізді жұмып, терең тыныс алып,
Сізді қоршаған ішкі тыныштық пен үнсіздікті сезіңіз. Біз жеңілдік пен бақытты сезінеміз. Қандай таңғажайып табиғат. Біз барлық тіршілік иесін қалай аялап сүюіміз керек екенін түсінеміз. Енді бұл сіздің ағашыңыз. Кез келген уақытта осында келе аласыз. Қайта оралуға әзірленіңіз. Орныңыздан тұрып, айналаңызға тағы да мұқият қараңыз. Жәндіктерді басып кетпей, келген жолыңызбен қайтадан оралыңыз. Міне, өзіңіздің аулаңызға да жеттіңіз. Айналаңызға тағы қарап, терең тыныс алып, есікті ашып, ішке кіріңіз. Орныңызға келіңіз. Осы тыныштық пен қанағат сезімін сақтаңыз. Көзіңізді ашып, күлімдеңіз. Әбу Насыр әл-Фарабидің туғанына 1150 жылдығына арналады. Әбу Насыр Мұхаммед ибн Узлах ибн Тархан әл-Фараби ат-Түркі, ұлы ғалым, энциклопедист. Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған әл-Фарабидің толық аты жөні осылай болып келеді. Әл-Фараби 870 жылы Жібек жолының маңызды орталықтарының бірі болған Отырар қаласының маңында дүниеге келген. Ол бала кезінен сол дәуірдегі өркениет пен мәдениеттің ірі орталықтары саналған Бұхара, Самарқан, Мерв, Бағдат, Харран, Рей, Кайр, Алеппо, Шам қалаларында болып, білімін үнемі жетілдіріп отырған. Әл-Фарабидің ғылыми қызметі орта ғасырлық араб-мұсылман мәдениетінің гүлдену дәуіріне, яғни біздің дәуіріміздегі 10 ғасырдағы мұсылман ренессансына сәйкес келеді. Қазіргі уақытта Әл-Фараби ойларының өзектілігі қайтадан арта түсуде. Оның көзқарасында саясат, дін және бақыттың өзара терең қатынасы көрсетілген. Бүгінде әлем ислам және батыс өркениетінің текетіресу қауіп алдында тұрғанда, ислам мәдениетімен астасатын экстремистік және лаңкестік көңіл-күй үдеп келе жатқан кезде, ұлы философтың мұрасы адамзаттың түрлі көзқарасын шешуге көмек бере алады. Бүгінгі күнге дейін оның логика, метафизика, этика, саяси және әлеуметтік философия, музыка мен медицинаға арналған 100-ден аса трактаттары сақталған. Ол ең алғаш болып музыканы математикалық негізде жүйелеп, оны ғылымның бір бағыты ретінде көрсеткен. Оның отанында, Қазақстанда жетекші ұлттық университеттердің бірі Әбу Насыр әл-Фараби есімімен аталады. Танымал еуропалық ұлы Альберт фон Маквинский секілді әйгілі орта ғасырлық философтар өздерінің теориялық зерттеулерінде Әл-Фарабидің еңбектеріне сүйенген. Әл-Фараби мұрасының таралуы және оның барша Еуропа мәдениетіне әсерін Абу Синаның және Абирустың есімдерімен байланыстырады. Соңғысының жұмыстарының көмегімен араб тілін жақсы меңгерген Роджер Бекон және өзге де жаңа дәуірдің ірі ғалымдары Бенедикт Спиноза, Томас Гоббс, Рене Декарт, Фрэнсис Беконның еңбектерінің арқасында біз мұсылман философтарының ілімдерімен таныса алдық. Сол уақытқа тән еуроцентризмге қарамастан, бұл ғалымдар ислам мәдениеті мен ғылымын мойындаған. Жалпы философияның дінге жұмыс жасауы Еуропада ғылымның дағдарысын алып келді. Тек 14-15 ғасырларда еуропалық ойшылдар өздерінің адасқандарын мойындады.
Ал Аристотель мен Платонның және де өзге де грек ғалымдарының идеяларына қайта оралу сол дағдарыстан шығуға мүмкіндік берді. Сол кездегі кейбір ғалымдардың ойынша, Әл-Фарабидің еңбектері Еуропаны қайта өрлеу дәуіріне, Ренессанс дәуіріне алып келді. Әл-Фарабидің шығармашылығы шығыс пен батыс мәдениеттерінің бірлігі мен түсіністігінің шын мәнінде символы болды. Әл-Фарабидің гуманистік дүниетанымы ғылым, дін, әлеуметтану, логика, этика және эстетика мәселелерін қамтитын үйлесімді жүйеге құрылған. Қайырымды қоғам тұжырымдамасының ортасында адам мәселесі, оның интеллектуалды адамгершілік жетілуі, жеке және қоғамдық бағытқа тырысу, жарқын болашақты іздеу орналасқан. Өзінің әлеуметтік саяси дүниетанымын Әл-Фараби қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы туралы трактат атты еңбегінде жүйелеп біріктірген. Әл-Фараби қаланы ортақ мақсатқа жету үшін әр бөлігі өз қызметін мүлтіксіз орындап, бірге үйлесімді жұмыс жасайтын адам ағзасына теңейді. Адамдар әлеуметтік және саяси жаратылыс ретінде бақыт пен кемелдікке қол жеткізу үшін бір-біріне көмектесуі, ынтымақтасуы керек. Әл-Фараби мемлекет көшбасшысының тұлғасына көп көңіл бөледі. Көшбасшылар адамдарды игілікке жеткізу үшін туады және тәрбиеленеді. Өз дәуірінің әлеуметтік шындығын терең зерттей білген ойшыл бола тұра, Әл-Фараби мемлекеттер арасындағы соғыс жағдайын жасанды деп санайды. Мемлекет қайраткерлерінің және оларды басқарушылардың кінәраттарын қатты сынайды. Ол тарапынан келтірілген адамгершілік сипаттамалар мемлекеттік қайраткерлер үшін қажетті. Ақиқатқа деген сүйіспеншілік, мінездегі тектілік пен ұлылық қазірде өзінің мән мағынасын жойған жоқ. Әл-Фарабидің ілімдерінде бейнеленген мінсіз қоғамның бар болу мүмкін бе? Белгісіз. Мүмкін мұны тек болашақ зерттеулер ғана анықтай алар. Алайда жаһандық сын тегеуірін жағдайында заманауи қоғамның кемелдікке деген талпынысын жоғалтып алмауы өте маңызды. Біріккен ұлттар ұйымының барлық жүйесі, әсіресе тұрақты даму мақсаттары аясында жаһандық мәселелердің шешімін табу үшін жұмыс атқарып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының жаһандық азаматтық философиясы ұлы ойшылдың қайырымды қоғам идеясымен үндес. Әл-Фарабидің барша адамзатқа айтқан үндеуін еске түсіре кетсек, тек бірлесіп, бірігіп қана адамдар бақытқа жетеді. Тек қана бір-біріне көмектесетін көптеген адамдар арқылы адам өз табиғаты бойынша белгіленген кемелдікке қол жеткізе алады. Әл-Фараби өркениет философ ретінде бүкіл адамзатты ұлты мен діни ұстанымдарына қарамастан ең жақсы өмір сүруге қол жеткізу үшін күш біріктіріп, жанжал мен соғыстан бас тартуға шақырады. Үй тапсырмасын тексеру. Үй тапсырмасы бойынша Абу Насыр Әл-Фарабидің рухани мұралары жайында постер қорғау. Өткен тақырып бойынша сіздердің үй тапсырмаларыңызды бейнеролигін мен осында орналастырдым. Адамзат тарихында ғылыми ойдың үздіксіз дамуы барысында негізінде танымдық ілімін көне гректерден басталып зерттелетін болса, ал оны бүгінге дейін зерттеп, оны жүйелеген Абу Насыр Әл-Фараби болды. Және біз осы Абу Насыр Әл-Фарабидің жалпы жан қуаты немесе өзін танымдыққа жайлы күрделі ой негізінде ол Абу Насыр зерттеген болса, ал оны біздің дәуірімізге дейін жеткізген Абай Құнанбаев болды. Және осы Абу Насыр Әл-Фарабидің әуен мен поэзия трактатында жалпы өнердің адам бойында маңызды орын алатындығы және сонымен бірге оның адамгершілігіне жалпы ықпалын тигізетінін көрсеткен болады. Абай Құнанбаев атамыз айтқандай, адамзаттың бәрін сүй бауырым деу арқылы әрбір адамға нәсіліне, ұлтына, қызметіне қарамастан оған ізгі ниетпен, ақ пейілмен жақсылық жасай дегісі келген. Абу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми философиялық негізгі тұжырымы бойынша әлемнің негізгі тұтқасы адам. Адам өз бойына қажетті дағдылар мен жақсы мінезді жинау арқылы ол бақытқа кенеле алады. Сөздері, бірінші нақыл сөзі, ар-ождан алдындағы адалдық өз қадір қасиетіне, ізгі іс-әрекетіне байланысты. Әр адам әрқашанда адал болып, арын сақтаса, адамның қадір қасиеті арта түседі. Өзгенің пікірін иемденіп кету надандық ниеті қара адамға лайық. Өзгенің дүниесіне иемдену жамандық ойлап сатқаны қара ниетті адамның ісі. Жүргендер көп достық атын малдатып, қалмағансың сенде бірде алданып. Яғни өтірік дос болып жүрген адамдарға сеніп қана қоймай, олардың орнына адал достар табу.
Ғылым адам санасына болмысы бөлек ерекше ұтқыр ұғымдарды орнықтыру арқылы ғана терең ұялайды. Білім адам санасына ерекше көңіл-күй барымтасымен оққанда ғана терең сіңіп ұғынымды болып ұялайды. Жақсы. Сөздердің барлығы өзіндік ерекше мәні бар. Нақыл сөздер. Біріншісінде бұл тәрбие туралы айтылған, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қасшауы дегендей, бұл сөзінде бір мағынаға саяды. Адам бойындағы ізгілік, сыйластық қасиеттердің барлығы тәрбиенің бастауы. Келесі нақыл сөзінде музыка туралы айтқан болатын. Бұнда музыка адамның жанын үрлейтін. Адам өзінің көңіл-күйіне қарай музыка тыңдайды. Яғни адам мұңлы болатын болса, оған мұңлы және жанына жақын музыка тыңдайды. Көңілді болса, оның көңіл-күйін көтеретін музыка тыңдайды. Үшіншісінде музыка туралы. Ол музыка тыңдау арқылы адам рахат алады. Адамның ішкі сезімін түсінетін тек музыка. Төртінші нақыл сөзінде яғни адамға байланысты айтылған. Бұнда адам қандай ортада өссе, сол ортаға қарай бейімделеді. Адам айналасындағы адамдар арқылы өмірге деген көзқарасын қалыптастырады деп түйіндейді. Абу Насыр әл-Фараби шығыс елдерінде тұңғыш педагогикалық сындарлы жүйені қалыптастырған ағартушы оқымысты болып табылады. Ол жас ұрпақтың сана сезімін қалыптастыру шарттарын құрған, және де ол үшке бөлген, баланың ішкі ынта ықпалына және ұста шеберлігі, ар тазалығы, сабақ процесінің алатын орны. Адам табиғатына тән еріктің екі түрін қалыптастырған, ол бас сезім мүшелерінің жетегінде кету және де қиялдан туындайтын түсініктер. Абу Насыр әл-Фарабидің негізгі қорытындының басты түйіні ретінде білімді, мейірбандылықты және сұлулықты негіз етіп алған, және де оның нақыл сөздеріне келетін болса, хақия сөзбен қарасаң, дүние ғажап, сен есік, жақлы сөзбен қарасаң, дүние қоқыс, сен меншік деген келтіре аламыз. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Абу Насыр әл-Фараби. Дәйек сөздің мәнін түсіндіре кететін болсам, адам жағымды қасиеттерін, ізгі ниеттерін дамыту барысында өзін өзі тәрбиелейді. Ізгілікті іс игілікке жеткізеді. Адамның мейірімді, ықыласты болуы, елін, жерін сүюі, танып білуге құштарлығы, еңбексүйгіштігі, ізгі істер мен жақсы әрекеттерге жетелейді. Адам бойындағы ар-ұят сезімі оның ибалылығын, қайырымдылығын, бақытын, әділетті ұстанымын, парасатты пайымын, қанағатшыл құлқын асқақтатады. Ар-ұят бұл адамның көркем мінезділігінің, тәрбиелілігінің белгісі. Ар-ұят дегеніміз адам бойындағы кісілік пен кішіліктің, арлылық пен сыйлылықтың негізі. Абу Насыр әл-Фараби атамыздың айтқан негізгі ойының түйіні. Сабағымыздың әңгімелеу бөлімінде сіздерге әл-Фараби туралы аңыз 100 мәртені оқып берейін. Тақырыбы 100 мәрте. Адам баласы тарихын зерттеп жүрген бір оқымыстының қолына Аристотельдің даңқ туралы деген кітабы түседі. Тарихшы кітапты аяғына дейін ақтарып шығады. Кітаптың соңғы бетінен бұл кітапты 100 мәрте оқып шықтым деген жазуды көреді. Сөйтсе мұны жазған Абу Насыр әл-Фараби екен. Абу Насыр ылғи да қолынан тастамай Аристотельдің физика аталатын кітабын оқып жүреді. Бір жолдасы, бұл кітапқа неге сонша қадалып қалдың деп сұрайды. Сонда Абу Насыр, бұл кітапты 40 мәрте оқып шықтым. Сөйтсе де тағы оқып шығуым керек. Өйткені әлі толық ұғынып болған жоқпын деп түсіндіреді. Абу Насыр еш уақытта қолына алған кітапты бір не 2 мәрте оқып қоя салмаған. Мағынасын толық түсінгенше ерінбей, жалықпай оқи берген. Сөйтіп кітапта айтылған жайлардың мағынасына ой жіберіп, жаңа ұғымдардың есігін ашып отырған. Сол есік арқылы өзі ішке кіріп, ғылым әлемінің таң ғажайып сырларына қанған, гүлзарларын шарлаған. Әңгіме желісіндегі сұрақтарға назар аударайық. Тарихшы кітаптың соңғы бетінен нені байқады? Бұл кітапты 100 мәрте оқып шықтым. 100 рет оқыдым деген. Жақсы. Абу Насыр ылғи да қолынан тастамай оқып жүрген кітабының қандай еді? Аристотельдің физика кітабы. Физика кітабы.
Жақсы. Әңгімеден еңбекқорлық, жігерлік қасиеттерінің көрініс ретінде қарастырылған мысалдарды атаңыз. Абу Насырдың бір кітапты бір-екі рет қана емес, бірнеше қайтара оқып, оны толық түйініне жетуі. Жақсы. Бұл оның қандай қасиетін жатқызуға болады? Еңбекқорлық. Еңбекқорлық. Өте жақсы. Тағы қандай? Және де Жігерлігі. Жігерлігіне қай үзінден оқуға болады? Әңгімедегі кітапта айтылған жайлардың мағынасын ой жіберіп, жаңа ұғымдардың есігін ашып отыр. Сол есік арқылы өзі ішке кіріп, ғылым әлемінің таңғажайып сырларына қанған, гүлзарларына шарлаған. Ол осыны оқыған сайын, яғни жігерлене түскен. Абу Насыр әл-Фарабидің бойындағы батылдық, ізеттілік, жігерлілік, қанағатшылдық, жауапкершілік, іскерлік, еңбекқорлық қандай жалпы адамзаттың құндылықтарының қасиеттері болып табылады? Дұрыс әрекет. Дұрыс әрекет. Өте жақсы. Әңгімеден қандай ой түйдіңіздер? Егер адам өзі бір нәрсені қатты қаласа, ол сол затқа жетпейінше тыным таппау керек, және соған қарай мақсат құрып, талпыну арқылы өзінің алдына қойған мақсатына, арманына жете алады. Тамаша. Ақниет, сен қандай кітаптарды оқығанды ұнатасың? Мен көбінесе драмалық кітаптарды оқығанды ұнатамын. Жақсы. Сабағымыздың шығармашылық іс-әрекет топпен жұмыс бөлімінде Абу Насыр әл-Фарабидің нақыл сөздерін тақырып ретінде алып, өздеріңіз таңдаған нақыл сөз бойынша құндылықтармен және қасиеттермен байланыстырып, шағын эссе жазасыздар. Сіздерге 5 минут уақыт беремін. Аяқтап болып қалсақ, онда оқи берейік. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Мінез құлық барша адамзатқа тән қасиет. Адамға тән ерекше қасиет болғандықтан баршаның табиғатына әсер ететіні сөзсіз. Соған байланысты адамзат бойындағы жағымсыз қасиеттер қоршаған ортасына зиян келтіреді, ал жақсы мінез құлық ақылға бағынады. Сондықтан адам бойындағы жақсылық мінезімен тікелей байланысты. Адам ақылын көрсетер айнасы мінезі. Жақсы, тамаша. Келесі. Ақниет. Оқисың ба? Мінез жанның айнасы. Мінез адам баласының ішкі жан дүниесін сыртқы көрінісі деуге болады. Сондықтан әл-Фараби бабамыз мінез жанның айнасы деген екен. Әдетте біз адамдарға қарап, мінезі жақсы екен немесе жаман екен деп баға беріп жатамыз. Жақсы мінезді адамдарға ақ көңіл, яғни үнемі көңілді жүретін жайдарлы адамдарды жатқызамыз. Кейде адамның өмір сүру стилі, тағдыры, қоғамдық орны өз мінезіне байланысты сияқты. Мәселен, көптеген адамның мінез құлқы оның өмір сүруін анықтап береді дейді. Яғни мінезі ашық, ақкөңіл адамдар тез достаса алады. Адамдармен жылдам дос болып кетеді. Әрине, бес саусақ бірдей емес дегендей, барлық адамдардың мінезі жақсы бола бермейді. Мінезі жаман адамдардың кекшіл, өзімшіл, қырсық, ашуланшақ ретінде байқауымызға болады. Меніңше бұл жаман қасиеттер. Сондықтан мінез құлық міні рухани кеселге жатады деген болатын. Жақсы. Келесі сағыныш. Шыншылдық адалдықпен ағалас. Шыншылдық адам бойындағы көркем қасиеттердің бірі. Алла тағала шыншылдарға жәннатты сый ететіндігіне уәде еткен. Сол секілді адалдық та асыл қасиет. Осы екі қасиеттер бір-бірімен тығыз байланысты. Мысалға, егер біз адал іс жасайтын болсақ, ол әрдайым шындыққа жанасып тұрады.
Жақсы, өте жақсы. Сабағымыздың келесі бөлімі топпен ән айту. Жолдасбек Абдихановтың «Менің әкем ең жақсы адам» әнін шырқаймыз. Келесі үйге берілген тапсырмамызды жазып алайық. Үйге Әбу Насыр әл-Фараби өмірі мен еңбектерінің қазіргі жастар үшін мәні тақырыбында эссе жазу. Бүгінгі сабақтағы алған әсерлеріңізді жүректеріңізге түйіп алыңыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз.